31 сабақ менің туристік маршрутым. Сен туристік маршрут жоспарлаудың мәнін білесің. Қазақстанның көрікті жерлеріне туристік маршрут құруды үйренесің. Тірек сөз маршрут. Жаз жақындап қалды. Сен өз еліңнің мәдениеті мен тарихы жөнінде көбірек білгің келеді. Неден бастауды, қайда баруды ойластырып жүрсің? Ендеше алдымен туристік маршрут құрудан бастайық. Маршрут деген сөзді естігенде нені елестетесің? Туристік маршрутты жоспарлау. Ол үшін бізге қандай құралдар қажет? Интернет, карта, кітаптар, газет, журналдар. Нені білу керек? Баратын бағытыңды. Саяхаттың мақсатын. Көлік түрлерін. Қаражат шығынын. Қажет уақытты. Алдымен қай жерден бастайтынымызды анықтаймыз. Картадан баратын жерлерді белгілеп, нысандарды нақтылаймыз. Ол киелі орындардан басталып, табиғаттың көрікті жерлерімен аяқталады. 126 бет. Туристің назарына. Туристің таңдап алған бағытына туристік фирма өз қызметін ұсынады. Туристерге көлік және экскурсия жетекшісінің таныстыру қызметі көрсетіледі. Туристер барған жерінде тарихи және табиғи ескерткіштермен танысады. Мұндай жерде экскурсия жетекшісінің көмегі қажет пе? Отанымыздың тарихи жерлеріне саяхат жасайық. Қазақстанда халық құрмет тұтатын қасиетті жерлер бар. Суреттегі киелі орындармен таныс. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Арыстан Баб кесенесі. Бекет Ата жерасты мешіті. Бұл орындар тарихи және мәдени ескерткіштер қатарына жатады. Олар өткен ғасырлардан сыр шертеді. Соңғы сөйлемді қалай түсінесің? Отанымыздың оңтүстігіндегі туристік бағыттармен жүріп отырсаң, көпшілігі рухани киелі орындар саналатын тарихи ескерткіштерден тұрады. Тарихи ескерткіштер мемлекет тарапынан қорғауға алынған. Туристік маршрут кестесі. Қазақстанның киелі орындары: Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Алматы. Тапсырмалар: елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша туристік маршрут құрыңдар. Көрікті орындарды тізімге қосыңдар. Қазақстанның табиғи көрікті орындарының туристік маршрутын жасаңдар. Өлкең бойынша өз туристік маршрутыңды ұсын. Өз қалаңдағы ауыл, көрікті орындардың жарнамасын жаса. Сен білесің бе? Нұр-Сұлтан қаласында ашық аспан астындағы Атамекен мұражайы орналасқан. Мұражайдан еліміздің басты қалалары Нұр-Сұлтан мен Алматыны және 200-ден аса көрікті орынды көруге болады.